Кайырлы күн достар. Бүгін үй жағдайында тұшпара жасаймыз. Қамырына ұн, тұз, сұйық май және салқын су қажет болады. Етті өзім тарттым, оның үстіне сарымсақ және тұз бен бұрышты қостым. Қамырымыз өте тығыз болу қажет. Қамырымыз дайын болды. Енді оны 10-15 минутке демалуға қоямыз. Мен тұшпараларды осылай 4 бұрыштап кесіп түйдім. Дайын тұшпараны мантываркаға пісіріп аламыз. Сорпасын жеке пісірдім. Баршаларыңызға ас болсын.